Кез келген маман жоғары табысқа жетер жолда көптеген кедергілерге тап болып жатады. Бүгін сол кедергілердің біреуі ғана туралы әңгімелессек, бұл қарсы тұру, кәдімгідей қасарысу. Оны қандай жерде көре аламыз? Ең алдымен сіз бұрынғы ескі салт дәстүрлерге, ескі іс-әрекеттерге, ескі сценарийлерге байланып қаласыз. Олардың төңірегінен шыға алмай қаласыз. Сіз сол ескі сценарийлердің ар жағындағы басқа мүмкіндіктерді мүлдем көрмейсіз. Сіз бұл бағытта соқырсыз. Екіншіден, сіз қазіргі өзіңіздің өміріңізге толықтай ризасыз, өйткені бұл ең алдымен қауіпсіз. Сіз бұл жолды жүріп өттіңіз, сіз бұл жолдың қауіпсіз екеніне көз жеткіздіңіз, енді осы қауіпсіз ортадан сіз шыққыңыз келмейді. Үшіншіден, сіз жаңа әрекеттер жасағыңыз келмейді, жаңа мақсаттар қойғыңыз келмейді, жаңа адамдармен кездескіңіз келмейді. Өйткені бұл жаңа, қауіпті, түсініксіз, ішінде сіз білетін дүниелер аз. Және төртінші, жалпы сіз өміріңізді бастауға, жаңа өмірді бастауға қарсылық білдіресіз. Міне осындай ғана 4 қарсылық, осындай ғана 4 жағдай сізді ақшаға жету жолында, жоғарыға табысқа жетудің жолында сізге кедергі болады.